таппаған соң өлеңменен жүрегемін, бірақ сілтеп қолымды жүрер едім. Туатұғын секілді бүгін ертең мыра-мырға жазылар бір өлең. Бұл қазақтың көрнекті ақыны Жұмекен Нәжімеденовтың жыр шумағы. 1935-1983 жылдарда өмір сүрген ол, Қазақстан әнұранының сөзін 1956 жылы, яғни 21 жасында жазған. Ақынның көзі тірісінде 10 және өмірден озғаннан кейін де 10 жинағы жарық көрді. Жұмекен Нәжімеденов жан-жақты дарын иесі еді. Өйткені жырдан бөлек Ақ шағылдар, Кішкентай, Даңқ пен дақпырт деген 3 роман және көптеген повесть жазды. Тәржіма саласында да өнімді жұмыс істеген қаламгер Вознесенский, Хикмет, Файзи, Евтушенко секілді авторлардың туындыларын аударған. Өзінің шығармалары да көптеген тілдерге тәржімаланды. Жұмекен Нәжімеденовтың рухани мұрасы халқы үшін баға жетпес қазына. Оның жеті бояу, қасірет пен қайсарлық, мен тамырмын, жаңғырық және де тағы да басқа өлеңдерін, дастандарын Ақжайық аудандық кітапхана қорынан алып оқи аласыздар. Поэзия белгілі бір уақыттың жемісі. Жұмекеннің поэзиясы да өзі өмір сүрген орта мен уақыттың ұлы жемісі болады.